Біздің бір үлкен сәләф ғұламамыз өте жомарт болған екен. Қолына түскен бере береді екен. Қазір бер десең, молда бір нәрсе сұрап отыр деп айтады. Солай деп түсінеді. Бер, Құдай үшін бер, анаған бер, мынаған жерден бер десең, біреулер басқаша түсінеді. Сонда ол кісі бере береді екен. Берілу керек болған жердің бәріне береді. Соны біреу айтыпты, сен осынша неге бересің деп. Сонда әлгі кісі айтқан екен дейді. Біреу бір жерден бір жерге көшсе, біреу бір жерден екінші бір жерге көшсе, бірінші үйінде не қалдырады деп ойлайсың деген. Түсіндіңіз ба? Сөзін түсіндіңіз ба? Мысалы, мен бір жерден, Төле би көшесіне не көшіп жатырмын? Абайға көшіп жатырмын. Егер Төле биден Абайға көшіп жатсам, Төле биде бір нәрсе қалдырам ба? Неге? Ана хал керек болады деп алып кетесің. Менің де дәл халім сондай деген. Мен мұнда қалмай, мен ақыретке кетем. Ақыретке көшіп жатқандықтан не қылам? Өзіммен бірге алдын ала алып кетем түгел бәрін. Біріншісі, ең үлкені біздің дүниеге байланып қалғандығымыз. Осы жерде өмір бақи қалатындай жүретіндігіміз. Біз бұл жерде қалмаймыз. Қазақтан небір бай өткен, Қазақтан небір сұлтан өткен, хан өткен, оның бәрі қайда? Қайда? Оның бәрі кетті ғой. Ешкім ол жақтан келіп жатқан жоқ. Барлығы кетіп жатыр. Мәселен, Қазақта Сәмеке деген хан өткен, бір басына 70 мың жылқы біткен. Қанша хан? Қанша жылқы? 70 мың жылқы. Ғабит Мүсіреп жасады Игілік деген бай жөнінде. 18 мың жылқы дейтінде. 18 мың жылқы дейді. Сіз өзіңіз ойлаңыз, қанша екен оның? Игілік деген байдың біреу болғандығын біле ма? Білмейді. Оқыған адам білмесе, оның кім екендігін білмейді. Алла Құранда бай айтқан Қарун деген бай да өтті дүниеден. Кейбір риуаяттар бойынша оның тек қазынасының кілті бір түйеге жүк болған дейді. Кілттің өзін бір түйе тасып жүреді. Қалай? Біз сосы дүниеде мәңгі бақи қалып қоятындықтай ақыретті ұмытып кетеміз. Дүниеге байланудың түбі ақыретті ұмытуға жетеді. Сол үшін Құдайға иман келтірмегендер өлгенше осы дүниеде өмір сүргісі келеді. Осы жердегі тұрағы үшін өліп тіріліп не істейді? Қызмет қылады. Біз ше? Біз де соларға ұқсап келе жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: беретін болсаң, садақа беретін болсаң, денің сау, жас, байлықтан үмітің бар, кедейліктен қорқатын сәтте бер дейді. Жан алқымға келгенде берме. Анаған бердім, мынаған бердім деп айтпай ақ қой, біреудікі болып қойған дейді. Біреудікі болып қойған дегені сенің бала-шағаңның үлесі, мирасы болып қалып қойған. Олар өздері сенсіз ақ оны не болады? Түгелдей әдемі етіп бөліп алады. Ақылды адам өзінен кейін ұрпағында дүние қалдырмайды. Ақылды мұсылман өзінен кейін дұға ететін салиқалы ұрпақ қалдырады. Дүние емес.